Школа монстров. Саламатсыңдар ма, балалар? Сабаққа уақытысында кепті. Бүгін үй жұмысын жақсылап орындап келген сияқтысыңдар ғой. Ой, мына жігіт тарсыпты бала екен, түрінен көріп тұрмын. Мама, нағара. Апаймын мен. Мына баланың қорқынышын-ай. Кімсің сен? Ика. Ипошсың ба? Я. Ипош монстр. Мына қыз кім? Сабақ жақсы оқиды деймін. Ойбай, мына қыз күлмейді екен. Күлкісінің бар жасандығы. Мына бала жылап қойды деймін. Ал балдар, сендердің үйлерің күшті екен. Тақталарың аппақ екен. Қаны? Ойбай, мына бала. Бәріміз бірге сабақ өтеміз, түсіндің ба? Монстрларға сабақ беретін апаймын. Қазір тақтаға есеп шығарамыз бәріміз. Сендер деген тыныш отырады екенсіңдер, өстіп тыныш отырғандарың осы ма? Жауап бересіңдер ма? Қазір балдар математика сабағын өтеміз біз. Тақтаға есепті кім шығарады? Шығармаған оқушы ана іште бұрышқа тұрғызып қояды. Түсінікті ма? Тек бұзық болуларың керек сендердің. Түсінікті ма? Қазір мына жерге мен есеп берем, кім шығаратынын көреміз. Мама, мен есепім. 3 көбейтілген 5. Кім шығады? Атыма 3. Қанша болады? О, дұрыс! Молодец! Бақ берген деген сабақты дұрыс шығарады. Мына монстр дегенің монстр әпшесін жақсы көреді, бетіне көрген. Ай көрген монстр, тақтаға шық. 5 қосу 4. Қанша? Шығар. Ибрахим, сен мына жерге сурет сал. Мына жерге сурет сал. Шығар, 5 қосу 4 қанша? 3 қосылған 5 қанша? Қанша? Дұрыс емес, сен бұрышқа тұрасың. Ал бұрышқа тұрғызам сені. Жүр, бұрышқа тұрасың. Тез. Бол, бұрышқа тұр. Сөйтіп сен бұрышқа тұрып тұрасың. Шық бұрышқа тағы. Басыңды тегіз. Үстіп сен 10 сағат тұрасың. Тұр сен. Сабақ оқи алмайсың. Осы жерде тұрасың сен. Ал монстр бар. Түзел. Кішкентай монстр тұра ғой. Ақыл көп қой. Кішкентай монстрын кәм тұрамыз. Шеттен бастап тұрыңдар монстрлар. Строится. Ибрахимге көмектес. Бақ бер. Бұзық бала. Ибрахим андай қыпсы. Кән. Тұр. Мына бала деген сабақ оқымай кепті ғой, а? Ана бір қыз сабақ оқыпты. Строится дышы сабағы. Строится боламыз. Мына бір кішкентай бала әрең тұрады. Мына бір сен сабақ оқи алмайды екен ғой мына бала. Бір. Ой, молодец. Сырлар. Звонок болды. Осы мені суретке түсірші. Что это за...
тамақ жегім келіп жатыр. Құлақ бар ма? Балдар, сабақ бітті, үйлеріңе қайтыңдар. Апай, мен үйге қайт. Бол, қайта бер, есікті қатты жауып кетші. Сендердің мамаларың келмей, үйлеріңе қайтпайсыңдар. Мамаларың келеді, сол кезде алып кетесіңдер. Қазір сендер қайтуға болмайды. Есікті жауып қойдыңдар ма? Есікті жауып қойыңдар. Ал, балдар, келесі кездескенше сау болыңдар дейді. Ал достар, үй жағындайында есікті есік, терезе деп қабылдаймыз. Біздің жағдайда біз школа монстрпыз. Ал, достар, келесі кездескенше Сау болыңдар. Сау болыңдар. И больше не дейміз? Сау болыңдар.